Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің қолдауымен технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік ұсынады. Пайымды идея тұңғиық су секілді, сүңгіген сайын тереңдей береді. Клод Адриан Гельвеци. Әлемдік барланған уран қорының 19%-ы Қазақстанның жер қойнауында жатыр. Бұл шамамен 1,5 миллион тоннаға тең. Ел аумағындағы уран қорлары геологиялық ұстанымы, генетикалық белгілері мен аумақтық ерекшеліктеріне орай Шу, Сарысу, Сырдария, Көкшетау, Маңғышлақ, Кіндіктас, Шиелі, Бетпақдала және Іле кен орындар болып бөлінеді. Баспасына сипаттама бере кетсек. Сырдария уран кенішінде қазақстандық қордың 20% жатыр. Кен жерасты шаймалау әдісімен алынады. Көкшетау уран кенішінде қазақстандық қордың 17% жатыр. Кен шахталық әдіспен алынады. Маңғышлақ уран кенішінде отандық қордың 2% жатыр. Қазір мұнда уран өндірілмейді. Кіндіктас, Шиелі, Бетпақдаланың басты кен орындары толық игерілген. Қазір қазақстандық қордың 0,5% жатыр. Іле кеніші қоңыр көмір қатпарларының жоғарғы қабатының тотуынан түзілген уран көмір кен орындарымен байланысты. Отандық қордың 6,5% өндіріссіз жатыр. Шу, Сарысу кенішінде қазақстандық қордың 54% жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Созақ ауданы Таукент елді мекенінде орналасқан Таукент тау-химиялық кәсіпорны негізінен уран өндірумен айналысады. Мұндағы негізгі жұмыстар Қанжуған және оңтүстік Мойынқұм кен орындарында жүргізіледі. Жерасты байлығы ұңғылау әдісімен өндіріледі. Кәсіпорынның құрылу тарихы тым ардан басталады. Айталық, 1948-63 жылдары аэрорадиометрлік ізденістер нәтижесінде Шу, Сарысу депрессиясынан фосфат серияларының жоғары радиоактивтігі анықталады. 1972 жылы Қанжуған мен Мойынқұм, 4 жылдан соң Төртқұдық кен орны ашылады. 1981 жылдары уранды жерасты шаю жұмыстары жүргізіле бастады. Ал келер жылы орталық кен басқармасы құрылады. Бұдан кейінгі жылдар кен орнының даму жолын қамтиды. 1983 жылы ерітінділерді өңдеу химиялық зертханасы ашылды. 1985 жылы кенді ұңғылық сорғышпен көтеру процесі игерілді. 1986 жылы өнімді қайта өңдеудегі сығынды процесінің схемасы жүргізілді. 1988 жылы геофизикалық жұмыстарды қамтамасыз ету кешенінің жобасы іске қосылды. 1989 жылы аз кездесетін элементтерді сорбациялық тәсілмен ажырату қондырғысы іске қосылды. Бұдан кейін кәсіпорынның тәуелсіздік жылдарындағы даму тарихы басталады. Әлбетте, тоқтаусыз өрлеуге бет алған қиын кезеңдер. Жалпы кәсіпорын бойынша ұлттық компанияның ішінде бірінші болып деп атап айтсақ та болады, электр қуатын үнемдеу жобалары енгізілді. Оның ішінде күн қуаты арқылы электр энергиясын алу, солнечный батареялар деп айтады орысшасы, және электр қуатын аз пайдаланатын электр лампаларын пайдалану, және жерасты жылуын қолдану арқылы жылу шығаратын жылу насостарын қолдану. Тәуелсіздік жылдарындағы оң қадамы 1991 жылы өндірістік тәжірибелік қондырғыда сирек кездесетін элементтердің концентратын алудан басталған кәсіпорын 1997 жылы Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы болып құрылды. Содан бері тек ел экономикасына олжа салумен келеді. Мәселен, бір ғана Таукент тау-химиялық кәсіпорынның отандық уран өндірісіндегі үлес салмағын айтсақ жеткілікті. Кәсіпорынның жылдық өнімділігі 922 тонна. Негізгі проекттік жоба бойынша 1,5 тоннаға дейінгі мощностьіміз бар. Ендігі жылы Құдай қаласа 1000 тонна, одан кейін 1,5 ары қарай өсе береді деген ойдамыз. Уран жоғары концентрацияланған энергия көзі. Бір келі уран дәл осы мөлшердегі көмірден бөлінетін энергиядан 20 000 есе жоғары электр қуатын бөледі. Тиісінше әрі жеңіл, әрі арзан тасымалданады. Мәселен, 1 киловатт сағат өндіруге кететін көмірдің құны 4 евроцент тұрса, осы мөлшердегі газ 2,3 евроцентке шамалас. Ал уранның дәл осы көлемі небәрі 0,4 евроцентпен бағаланады. Кәсіпорын тек отандық экономикаға олжа салып қана қоймай,
өзі тұрған өңірдің әлеуметтік ахуалына да қарасуда. Мұны бір ғана жергілікті қазынаға құйып отырған салық мөлшерінен аңғаруға болады. Мәселен, тек соңғы 6 жылдың көрсеткішін көлденең тартсақ. 2006 жылы 616.330 теңге, 2007 жылы 982.498 теңге, 2008 жылы 1.168.000 теңге, 2009 жылы 960.228 теңге, 2010 жылы 416.142 теңге, 2011 жылы 407.960 теңге кәсіпорын қорынан жергілікті бюджетке аударылған. Мұның сыртында жас мамандарды баспанамен қамту бағдарламасы жолға қойылған. Ал кәсіпорындағы орташа жалақы 175.517 теңге. Афинаждау цехында қазіргі таңда 124 адам жұмыс істейді. Жалпы кәсіпорын бойынша 585 адам жұмыс істейді. Афинаждау Тау-Кенттің ең ірі цехы. Өнімді десорбатты экстракциялап, реэкстракциялап, кристалды тұнбалап, тұнбаны жоғары температурада күйдіріп, табиғи уранның тотығын алатын цех. Осы орайда Тау-Кент Тау-Химия кәсіпорындағы уран өндірісінің процесіне кеңірек тоқталсақ. Қанжуған мен Мойынқұмда жерасты ұңғымалық сілтілеу әдісі арқылы алынған уран әуелі сол жерде ион алмасу әдісі арқылы өңделеді. Сөйтіп афинаждау цехына жеткізіліп, табиғи уранның химиялық концентратын алады. Өндірісті автоматтандыру және басқару учаскесі өндіру, өңдеу және афинаждау цехтарындағы технологиялық өндірістерді автоматтандыру және диспетчеризациялаумен айналысады. Диспетчерлік бөлмеден бақыланып, ФГ-45 қондырғысына тапсырма беріледі. Ол жерден пештен шыққан дайын өнімнің газ бойынан жеңіл түрдегі газбен ұшқан дайын өнімді ұстап қалады. Маңайдағы 3 кен орнынан жиналған сұйық күйіндегі уран осындай су қоймаларда жиналып тұндырылады. Осылайша күніне 62.000 куб ерітінді құбырлар арқылы зауытқа жіберіледі. Бұл процестің бел ортасында технологиялық арнаулы көлік учаскесі жүреді. Учаскенің міндеті өндіріс бөлімшелерін үздіксіз технологиялық жұмыстарға қажетті арнаулы техникамен қамтамасыз ету. Ал кенді сору, құю және бақылау бұлай өрбейді. Құю ұңғыларына берілетін сілтілеу ерітіндісінің құрамындағы қышқыл азайтылып, өнім магистральдық тасымалдау құбыр арқылы тұндыру бассейніне құйылады. Сөйтіп ерітінді құрамындағы механикалық майда қоспалар тұндырылады. Артынша ионитті сорбациялық колонналарға жөнелтіледі. Мұнда уран ион алмасу ионитінің бойына сүзіліп, одан шыққан ерітінді геотехникалық алаңға өтеді. Ал бұдан әрі уранмен қаныққан ионит бойынан селитра ерітіндісімен уран бөлініп өнім алынады. ФГ-45 қондырғысы бұрын тәулігіне 4,5 тонна дайын өнім шығарса, қазіргі уақытта үстінен 500 килограмм қосып 5 тоннаға жетіп отыр дайын өнім. Тау-Кент Тау-Химия кәсіпорны мардымды өнім алумен қатар еңбек және қоршаған ортаны қорғау мәселесіне де баса назар аударып отыр. 90 сайын таяу төңіректегі елді мекендерде радиациялық мониторинг жүргізіліп тұрады. Өндірісте экология және биоресурстық радиациялық қалдықтарды залалсыздандыру орны жұмыс істеп тұр. Пештерде қайнатылған уран газын ауаға таратпау үшін мұржаларға сүзгі қою арқылы зауыт өндірісті қалдықсыз жұмыс етіп қана қоймай, аймақтың экологиялық ахуалын қорғауға да үлес қосып келеді. Қауіпсіздік декларациясына сай 5 жыл сайын өндіріс орны жұмыс талаптары қарастырылған аттестациядан өтеді. Кәсіпорын еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік бойынша жыл сайын өтетін республикалық қоғамдық байқаудың 2004, 2007, 2010, 2011 жылдардағы жеңімпазы. Мұның сыртында экономикалық түсімнен тартып, еңбек қауіпсіздігі, экологиялық қауіпсіздік шараларын күйттеген рационализаторлық қайраткерлік пакетіне сай атқарылып жатқан жұмыстар да шаш етектен.